Біз Excel жұмыс кітабымызды принтерде басып шығаруды шештік. Бірақ біз қағазды ысырап етуден аулақ болғымыз келеді. Сондықтан біз бірінші кезекте басып шығаруды алдын ала қарау құрылғысын қарастырамыз. Менің кестемде Конордың керемет сатылымдар жасағанын байқадым. Сондықтан мен оны таңдап сары түспен бөлектеймін. Бұл іс жүзінде өте қауіпті нәрсе. Бір сәттен кейін неге екенін көресіз. Принтерде қалай басып шығатынын алдын ала қарау үшін мен файлға келемін, кейін солға түсіп, печать түймесін басамын. Бұлай істемей біз Ctrl+P пернелер комбинациясын бассақ, тікелей осы терезені ашамыз. Бұл бізді принтерде басып шығару опцияларына әкеледі. Міне, бұл шынымен өте пайдалы бір терезе. Онда біз басып шығаруды алдын ала қарауды көре аламыз. Бет параметрлерін реттей аламыз және басып шығару параметрлерін реттей аламыз. Енді бізде тексеру керек бір маңызды нәрсе бар. Төменгі жағында ол сізге қанша бетті басып шығаратындығыңызды айтады. Мен 79 беттің біріншісін басып шығарамын деп жазылып тұр. Бұл күтпеген жағдай. 79 бет қайдан шықты? Менде мына жерде екі жағында да осы кішкентай көрсеткілер бар. Олар маған басып шығаратын беттерді кезекпен айналдыруға мүмкіндік береді. Мен не басып шығаратынымды көрейін. Келесі парақтарда тек сары жолақ қана бар. Яғни бұл бүкіл жолды немесе бүкіл бағанды сары түспен бөліктеу өте қауіпті екенін көрсетеді. Өйткені бұл Excel кітабында сары түсті ұяшықтар бар деп түсінеді. Яғни сіз 78 сары жолақты басып шығаруыңыз мүмкін. Бұл біз қалаған нәрсе емес. Сонымен, біз де басып шығаруды алдын ала қарауды жасадық. Енді мәселені шешудің кейбір нұсқаларын қарастырайық. Мен артқа түймесін немесе Escape пернесін басу арқылы басып шығару бөлімінен шығамын. Біріншіден, мен сол сары жолақтан арыламын. Цвет заливки ашылмалы батырманы басыңыз, нет заливки толтыру жоқ дегенді басамыз. Егер мен жай ғана деректер қатарын таңдағым келсе, бірінші ұяшықты нұқып, содан кейін Ctrl+Shift+ оң жақ көрсеткі пернелер комбинациясын басып, бұл жолы мен артық жерді емес, нақты деректерді ғана бөлектеймін. Бірақ менің таблицамда әлі де басып шығаруға жіберген кезде басып шығару аумағы көбейтіп, парақты ысырап қылып жатқан басқа да нәрсе бар. Мұны шешудің бір жолы басып шығарғыңыз келетін деректерді ғана нұқып таңдау. Мысалы, маған Total Sales, жалпы сатылымдар және комиссия бағандарын басып шығарудың қажеті жоқ. Мен тек осы алғашқы 3 бағанды қалаймын. Сондықтан мен қазір тақырыптағы алғашқы 3 бағанды таңдаймын және бұл жолы Ctrl+P пернелерін басамын. Ештеңе өзгерген жоқ. Бізге тағы бір кішкене өзгеріс жасау қажет. Мен өзімнің параметрі бөліміне кіремін және қазіргі уақытта ол напечатать активные листы, белсенді парақтарды басып шығару күйіне орнатылды. Бұл жұмыс парағындағы барлық нәрсені білдіреді. Егер мен ашылмалы батырмасын бассам, менде напечатать всю книгу, бүкіл жұмыс кітабын басып шығару таңдауына өзгерте аламын. Бұл таңдау сәл қауіпті, оны таңдамаймыз. Келесі, напечатать выделенный фрагмент, яғни нұқып таңдаған деректер бөлігін ғана басып шығару таңдауы бар. Выделенный фрагмент таңдау түймесін басайық, және ол біз көргіміз келетін деректерді басып шығаратынды көрсетті. Міне бізде бірден бір бет деп жазылып тұр. Әлде қайда жақсы. Басып шығаруға келмес бұрын басып шығару опцияларында реттеуге болатын тағы бірнеше ұсақ-түйек өзгертулер енгізе аламыз. Мысалы, мен өзімнің парақ шеттерімді өте кең немесе өте тар етіп жасағым келеді деп шешуім мүмкін. Сондай-ақ мен бет бағытын өзгерте аламын. Қазіргі уақытта біз книжная режиміндеміз, бірақ біз оны альбомная режиміне ауыстыра аламыз. Сондай-ақ қағаз өлшемін өзгертуге болады. Мұнда принтерге салған парақ размеріңізге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Соңғысы, әрине, мына жерге кіріп, дұрыс принтерге жібергеніңізге көз жеткізу өте маңызды. Мұның барлығын тексеріп болғаннан кейін басып шығару түймесін басамыз. Осылайша сіз басып шығарар бұрын басып шығаруды алдын ала қараудың терезесіне кіріп, қарапайым түзетулерді енгізуді жасай аласыз. Келесі бейнеде біз сәл үлкенірек және күрделірек электрондық кестелерді және кейбір жетілдірілген басып шығару опцияларын қарастырамыз.